Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, подписаться тетігін басыңыз. Бүгін осындай өте оңай және тез дайын болатын еріншек хачапури жасаймыз. Таңғы асқа осылай тез хачапури дайындағыңыз келсе, осы рецепті үйреніп алыңыз. Кеттік, онда бірге жасайық. Қалауларыңызға байланысты аскөкті немесе жасыл пиязды алып, осылай майдалап турап аламыз. Ірімшікті алдын ала тоңазытқышқа қойып, одан соң осылай теркадан өткізіп аламыз. Ыдысқа ірімшікті салып, одан соң жұмыртқаны саламыз. Үстіне қаймақты салып аламыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Ұнды қосып, одан соң кішкене араластырып, үстіне дәмдеуіштерді қосамыз. Дайындап қойған жасыл пиязымызды да үстіне салып араластырамыз. Массамыз жақсы бірігуі үшін үстіне бір қасық сүт қосамыз. Осымен массамыз дайын болды. Табамызды дайындап, ары қарай пісіріп аламыз. Массамыздың құрамында ешқандай май болмағандықтан, осылай табамызға кішкене май сеуіп аламыз. Қызып тұрған табаға осылай қасықпен құйып, оны бір келкі жаю керек. Егер де сізде бірден жайылмаса, аралары ашылып кішкене күте тұрыңыз, ірімшік еріген кезде жақсы біркелкі жайылатын болады. Біздің хачапури өте тез піседі. 1-2 минуттың ішінде асты қызарып, оны аударамыз. Астыңғы жағы да қызарған кезде табадан ала беруге болады. Дәл осылайша барлық массамызды пісіріп аламыз. Бізде осы рецепт бойынша 3 дөңгелек хачапури шығуы тиіс.
Құрметті көрермен, дәл осындай ыстық хачапури біздің таңғы асқа дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеода рет-ретімен өте ақырын түсіріліп көрсетілгенімен, өмірде өте тез және оңай дайындалатын хачапуриді міндетті түрде қайталап көріңіз. Дәл осы жолы сізге ұнайтындығына мен сенімдімін. Видео және де рецепт ұнаған болса, комментарияға өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Осындай оңай рецепттерді іздесеңіз, менің арнама тіркеліп қойыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.